Армысыз құрметті көрермен, Серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен мәжілісте өңірдің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Аймақ басшысы қала аралау барысында байқаған кемшіліктерге тоқталып, оларды шұғыл түрде жөнге келтіруді міндеттеді. Бұған дейінгі мәжілістерде қала, кент, елді мекен аумақтарының санитарлық тазалығына көгалдандыруға қатысты ескертулер айтып келемін. Әріптестер, барлық ұсыныстарыңызды қолдап, тазалыққа бюджеттен қажетті қаржыны бөлдік, арнайы техникалар алып бердік. Жыл сайын қаланы абаттандыруға, санитарлық тазалықты қамтамасыз етуге, көгалдандыруға, жол белгілерін орнату және күтіп ұстауға, қала көшелерін ағымдағы орташа жөндеуге қаржы бөлінген. Дегенмен жұмыс өз деңгейінде жүргізілмейді. Кемшілік өте көп. Аппарат инспекторлары Қызылорда қаласы аумағына күнделікті, ал аудандарға апта сайын зерделеу жүргізуде. Ғимараттардың қасбеті аумағы санитарлық талапқа сай келмейді. Орталық көшелерге егілген гүлдер мен газондар осы кезде қурап жатыр. Ешқандай күтім жоқ. Уақытылы суарылмайды. Қала аумағындағы 25 көпқабатты тұрғын үй ауласындағы балалар ойын алаңдарын күрделі жөндеуге облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге қаралған. Дегенмен жұмыс баяу жүруде, деді Нұрлыбек Машбекұлы. Қала аудан әкімдері басқарма департамент мекеме басшыларына анықталған кемшіліктерді 2 күн ішінде қалыпқа келтіру тапсырылды. Сыр өңірінде Аманат партиясы Қызылорда облыстық филиалының кезектен тыс конференциясы өтті. Алқалы жиынның басында партияның облыстық филиалының төрағасы сайланып, саяси кеңес құрамына өзгерістер енгізілді. Ашық дауыс беру арқылы облыстық филиалдың жаңа төрағасы лауазымына Алмасбек Исмаханов сайланды. Осы уақытқа дейін Аманат партиясының Қызылорда облыстық филиалын Наурызбай Байқадамов басқарды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты болып қызмет атқаруда. Осыған сәйкес Аманат партиясының 34-ші конференциясында көпшілік дауыспен Алмасбек Исмаханов партия филиалының төрағасы болып сайланды. Жиын барысында бұған дейін облыстық филиалдың төрағасы лауазымын атқарған Наурызбай Байқадамов өңірлік сайлауалды бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстарды баяндады. Халық қалаулысының келтірген деректеріне сүйенсек, былтыр ауыл аманаты жобасын жүзеге асыру үшін облысқа 3 миллиард теңге қаржы бөлініп, бағдарламада қарастырылған негізгі 5 бағыт бойынша 406 жобаға қолдау көрсетілді. Сайлауалды жұмыстары кезінде түскен 1132 ұсыныс тілектердің бүгінгі күнге дейін 89,2% орындалды. Биылғы жылдың бірінші жартысында партия филиалдарына 3079 өтініш түсіп, 3 есеге соңғы жылы артып отыр. Олардың 70% бүгінге дейін шешімін тапты. Яғни бұның 3 есе артуы елдің партияға, оның ішінде жергілікті жерлестеріміздің облыстық филиалдың, аудандық қалалық филиалдардың жұмысына деген сенімін артқандығын білдіреді. Аманат партиясының республикалық және өңірлік сайлауалды бағдарламалары әзірленіп, оны іске асыру мақсатында 20 өңірлік жол картасы бекітілді. Мәселен, былтыр партияның сайлауалды бағдарламасы аясында бұқаралық спортты дамыту мақсатында өңірде 7 дене шынықтыру сауықтыру кешендері пайдалануға берілді. Сондай-ақ сапалы денсаулық сақтау қызметінің қолжетімділігін қамтамасыз ету бағытында облыста 15 дәрігерлік амбулатория салынды. Осы партияның республикалық және өңірлік сайлауалды бағдарламасы әзірленіп, оның іске асыру мақсатында 20 өңірлік жол картасы бекітілді. Енді 5 жылдың ішінде бізде 11 мыңға жуық негізгі индикаторлар бар. Сол индикаторларды іске асыру қажет және осы көрсеткіштерді орындауға мониторинг пен тұрақты бақылау күшейтілді. Мемлекет басшысының саяси тірегі саналатын Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы әр азаматтың әл-ауқатын жақсартуға, табысын арттыруға бағытталған. Қазіргі таңда 13 партиялық жоба жүзеге асуда. Бұдан бөлек жол картасы іс-шараларының орындалу барысына уақытылы және сапалы мониторинг жүргізу партия филиалдарының негізгі міндеті. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Қазақстанда азық-түлік бағасы күн санап артып келеді. Финпром сайтының мәліметінше, еліміздің әр тұрғыны биылғы жарты жылдықта 131 мың теңгесін күнделікті тұтынатын тағамына жұмсаған. Бұл тек бір адамның шығыны. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 6,7% көп. Ал қазалылықтар азық-түлікке қанша ақшасын санап береді? Тұрғындармен тілдескен едік, сюжеттен көрейік.
Ұлттық статистика бюросы Финпромгезет мәліметінше күнделікті тұтынатын тағамдарға Алматының бір тұрғыны ғана айына 181 мың теңге жұмсайды. Ал ең аз қаражат жұмсайтын Қызылорда облысы тұрғындары қалтасынан 104 мың теңгесін санап береді екен. Жылына бір адам шамамен нан мен жарма өнімдеріне 20 мың теңгесін береді. Сүт пен жеміс жидекке кем дегенде 20-25 мың теңге. Ал қазалылықтар күнделікті тұтынатын етті қоспағанда азық-түлікке кететін қаражат орта есеппен айына 150 мың теңгеден асып кетеді дейді. Екі қызым, 4 адамбыз ғой. 70-80 мың жұмсаймыз айына. 4 адамға жете ма? Жетпейді. Продуктіге 150 мың кетеді. Ол жоқ дегенде. Жоқ дегенде 150 мың теңге кетеді. Қысып жұмсағанымыздың өзінде. Кредитімізден айырбас. Орта есеппен есептегенде 120 мың шамасына кетеді ғой. 120 мың. Бұл қонақ шақыру жаңағы Оны есептемегенде. Өте жетпейді ғой, осы мылайша келгенде ақша деген ай сайын кіріп тұр, бірақ жеткізе алмаймыз. Балдарымыздың бәрі оқушы, студент, күнделікті тамағымыз, шайымызға жүріп тұратынымыз бар. Сол білмеймін енді. Шамамен қанша кетіп отыр айына? Айына деген енді 200 кетеді ғой, шамамен. Финпромның статистикасына сүйенсек, бірінші 90-ның қорытындысы бойынша елде азық-түліктің бағасы 7,5%-ға өскен. Ал сауда министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі 2016 жылдан бері алғаш рет төмендеді дейді. Бұл сауда және интеграция министрлігі мен Ауыл шаруашылығы министрлігі және әкімдіктермен бірлесіп қабылданған тиімді шаралардың нәтижесі. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар тізіміндегі 40 қабаттың 2,6%-ға, қарақұмықтың 27,5%, күнбағыс майының 19,9%, жұмыртқаның 7,2%-ға және ұнның 3,8%-ға арзандауынан дефляция болған. Бірінші жартыжылдықта индекс 99,8%-ды құрап отыр, яғни 0,2%-ға әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары жалпы алғанда төмендеп отыр. Аумақтық департаменттер үлкен жұмысты атқарып отыр. Былтырғы жылы 1008 әкімшілік іс қозғалған болса, қазіргі таңда 2357 әкімшілік іс қозғалып, оның ішінде 2072 әкімшілік іс бағаның үстемақысын арттырғаны үшін жауапкершілікке тартқан. Жалпы басқа да тарифтік емес шаралар қолданып отыр. Мысалы, жақын арада қантқа, тиым салдық экспортқа шығаруға, жұмыртқа бойынша меморандумға отырдық. Сауда желілерімен бірге меморандумға отырып жұмыс жүргізіп. Министрлік өкілдерінің айтуынша бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу мақсатында мемлекеттік бақылау күшейтілді. Жыл басынан бері сауда заңнамасын бұзған үшін 2000-нан астам әкімшілік іс қозғалды. Сауда комитеті сауда үстемесін сақтау бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Ал Қазалы ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі баға тұрақтандыру бойынша қандай жұмыстар жүргізіп жатыр дерсіздер? Осы тақырып жөнінде мекеме басшыларынан жауап алу мүмкін болмады. Сол себепті аудандағы азық-түлік бағасының тұрақтылығы жайында толығырақ келесі шығарылымдарда айтатын боламыз. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Алсаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Арнамыздан алсамаңыз.